айтты ғой, дәлелденбеген шизофрения дегенше. Хорошо, мен енді ғылым дәлелденбесе бірақ сіздер олардың бәріне жын кірген деп ойлайсыздар ма? Мысалы біздің Қазақстанда қаншама психикалық сауықтыру орталықтары бар. Соның бәрінде адам деген толып жатыр. Демек, егер оның ішінде бәрінде жын кірсе, неге сіздер барып солардың бәрін жын шығарып, көмектесіп шығарып тастамаймыз оны? Енді мен жауап берейін. Мен бұл кісінің сұрағын негізі бұл кісінің айтып жатқаны дұрыс. Төркіні бар ғой. Төркіні бар, дұрыс. Енді дұрыс ретінде айтқым келіп отқан. Мен енді осы маман ретінде 17 жылдан бері айналысып жүрмін. Енді мен көкпе топырақ шашпаймын. Өкінішті бірақ. Дәл осы салада жүрген өзім сияқты оқып жүрген, былайша айтқанда кәсіп қылып, дүниені мақсат тұтып, қарапайым авам халықты пайдаланып жүрген азаматтарда жоқ емес. Алаяқтық қылып та мысалы. Неге айтып жатыр? Мен көрермендер көріп отыр ғой, осыдан бір нәтиже алар. Себебі, мысалы, менің алдыма келетін адам болса, науқастанып келді, өзінің жаңағы проблемаларын айтып келеді. Отырғыз оған тиісті аят оқыған кезде, ол бір дәлел болады, оның бойында жын бар ма, жоқ әлде ағамыз айтып жатқандай, шында да шизофрения, психология тұрғыдан ауырып жатыр ма? Мысалы, көп жағдайда неврология жағынан да, психология жағынан да ауыратын адамдар өте көп. Жын кірген адамдар негізі өте аз. Өйткені кейбір адамдардың кісіне 100-ден адам келеді. Оның бәрінде жын бар деп өте қателік. Ал енді алаяқтықпен айналысып жүрген әріптестерім бар дедіңіздер ғой. Ол кісілердің алаяқтығы қандай сонда? Жын жоқ, адамға ойбай бойында жын бар екен деп ақшаны алып бола ма? Психологиялық тұрғыдан ауыратындарға, жаңағы саған сіңіп қалған, саған дуа жасаған, саған болмаса ғашық жын кірген деген сияқты сөздерді айтады. Ол шын ауруларды шатастырады ғой. Егер емдей алмаған жағдайда, әлде ол білмейді ол кісілер. Келді, шизофрения. Шизофрениямен адам ешқашан келмейді. Бір нәрсе естеріңізде болсын. Мен аурумын деп келмейді ешқайсысы. Алып келеді ағайындар. Алып кетесін, или алып келеді. Сол нәрсені назардан сіз жаңа келсе деп отырсыз ғой. Енді екінші, жаңа сіздің жаңа айтып отқан алаяқ әріптес дедік пе, не дедік? Ол айтады, я сенде жын бар дейді, бәрі айтады, сенде жын бар дейді. Сөйтеді 10 курс дейма, 5 курс дейма, білмеймін сіздердің курстарыңызда қандай болатынын. Егер ол 5 курстан шықпаған кезде былай айтама, саған ол сіңісіп кеткен, немесе ғашық жын дейма. Енді емдей алмағаннан бірдеңе айту керек қой, дұрыс па? Қалай жауап береді, сол маған қызық болып тұр. Мен енді соның бәрін түсініп отырмын. Сіздерге айтайын деп отқаным. Мен жаңа маған алып келсін деп жатқан жоқпын. Әркім өзі мысалы, сіз алып келсе дегеннен айттым мен. Сіз алаяқтың тактикасын түсіндірдіңіз ғой, соны толықтырып түсіндіріп берейін деп жатырмын ғой енді. Сол енді мысалы маған алып келеді өзі. Жаңағы психбольницадан алып шығып келеді. Үміт қой енді бір жазылама. Әр адамның үміті бар, оған дауым жоқ. Алып келеді, осылай отырғыз оқып болғаннан кейін мен айтамын. Белгілі ғой енді, анық Құранның аятын оқып жатқанда оның бойында жынның бар екені басқаша бір белгілерді береді. Қандай белгілер мәселенге? Айтып түсіндіре алмаймын, өзінің бір қозғалысынан, эмоциядан білдіреді де былайша айтқанда. Оны тек қана сіз сезесіз, иә? Егер бойында адамның жыны болса, сіз білесіз, сезесіз. Сезгенде оны бүйтіп қарап отырып айту өте қателік ол. Мысалы кейбір кісілер айтады. Құран аяттарын оқығаннан кейін. Оқыған кезде белгі береді. Қандай белгі? Мен қазір бұны екінші, мен де ғылыммен айналысып жүрмін ғой. Сіз айтыңыз, қандай белгі береді? Сосын мен өзім мүмкін ұштастырасыз ба? Қызық қой. Мысалы қараңыз, алдыңыздағы пациентке сіз Құран аяттарын оқығаннан кейін, егер әгер-әке жыны болса, қандай ишарат білдіреді? Осы жерде өте бір тонкий нәрсе бар, адамдар ажырата алмайтын. Анау неврологический, психологический ауыратын адамда дірілдеп, шыңғырып айқайлай береді. Жыны бар адамда айқайлай береді. Ал енді осы ортада жаңағы негізі жын кірген адамға көп жағдайда мына кәлиманы айт, мына бір нені айт десең айтпайын деп қырсығады. Шизофрениямен ауыратын адамды айтпайын деп қырсығады. Мысалы да мен айтпаймын деп ерексет. Айырмашылығы неде енді? Айырмашылығы бұл өте мен сіздерге айтып түсіндіре алмайтын нәрсе. Нәзік нәрсе болып тұр ғой. Ол өзі оқып жатқан кезде оның жаңағы басқаша бір денесінде қимыл әрекеттерін білдіреді. Жақсы, Бекжан мырза толықтырыңызшы. Қараңыз, жын кірген адам қалай болады біріншіден? Біз де енді қараша халықтың, тұрғындардың ойын білейік дедік, өйткені бұл проблема ең әуелі сол кісілерге жақын ғой бізге қарағанда. Экранға зер салыңыздаршы. Күнші мен жерде отырдым. Мына есік бірінші бұлай болды ғой. Жабылатын есік ше. Жетті кіріп, сәл тұрды. Бірден ашын толды. Адам ашқаса? Адам ашқаса. Тағы да жел жоқ.
бұл істі қалай білдім ме? Қимылдап тұрды ғой бүйтіп. Былайынан қимылдады ше, былайынан. Бүйтіп бірден атылды бұлары. Біраз тұтта, қайтып өзіміз бітеп жабылды. Қайдан жабылды? Сыртқа шықтық. Жел жоқ. Желмеген дедік та, жел жоқ. Адам да жоқ. Ешкім жоқ қой бізден басқа. Сонымен кетуге әрекет қылып қойып жүрдім. Қайтып қашуға тура келді ғой. Бұның нәрсені ютубтан көреміз ғой. Тылсым күштегі сенбеймін оған. келгендегі мақсаттарың просто барған жақса деп көрейін. Сенбей келеміз ғой, сенбей. Сенбей. Мына кісі сіз өзіңіз аяқ тұрдыңыз ба? Иә, қасым болдым. Бірге отырдық қой бірге. Екі адам бірге көрдіңіздер ма? Екеуміз бірге отырдық қой, есік бітіп, ойнап тұрдық, бірден ашты. Менің төркінімде бір ақсақал шығып, мынау тарап жатыр, телевидениеға шығайын деп жатыр. Соға дейінге өзіміз ішімізде тасаттық жасап, қой сойып, ірі қараны сойып, молданы шақырып, осыны реттейік деген ақсақал шықпады ма? Енді ол жағын мен білмеймін, бірақ өзім естуім бойынша больницада істейтін бір әпшем бар. Құдай тамақ істедік деп айтқан. Құдай тамақ құтқармайды. Бекжан мырза айтыңызшы. Құдай тамақ істедік сол жерде. Бір қойды құрбан шалып, сосын сол айтып отырмын ғой, бұл жерде кіру керек, ана же бөлмеге кіріп, жандармен как положено диалогқа кіріп сөйлеу керек. Ол біздің дауысты естиді. Осындай мекен бұл жерді тастап, басқа жерге кетіңдер дейді. Ол енді тылсым әлем бізге көрінбейді, бірақ ол көрінбесе де өзінің белгілерін көрсетіп отыр. Сіз солай сөйлесе аласыз ба? Иә. Менде сұрақ бар еді сізде, например, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жындарға жаңа кетіңдер деп айтамын деп ше. Любой жындар ол замен бірдеме сұрайды. Сол кезде замен не бересіздер? Замен ол сіздер бересіздер. Біздер шариғатта Сіздер деген кім ол? Мына кісілер медиумдар ғой енді бұлар. Бұлар қарама-қарсы ғой, Руслан. Дұрыс айтайық. Бұлар диалог жындармен договорға отырады. Сосын жұмыс жасайды енді. Емдейді, шығарады. Бұл енді бұлардың әдісі. Біз шариғатта ешқандай замен бермейміз. Бізде құрал бар. Барлық жындардың желі шығатын ол Құран. Құран аятын оқимыз. Егер оқымасаңдар, осы Құран аяттары қарғыс ретінде, лағнет ретінде оқимыз дегенде, любой адам өзінің қорқатын қаруын ұсынған кезде жан керек болса не істейді? Жоқ, мынандай жындар болады, қазір Құран білетін жындар болады ғой. Біле берсін, Құраннан қорықпайтын. Али мырза, сіз бір нәрсе бересіз бе жындарға? Мен жоқ, мен заменді білмеймін. Замен деген нәрсені қайдан айтасыз онда? Жаңағындай келісемін мына кісімен, жаңа жындармен келісіп шығаруға болады. Өйткені шын мәнінде жаңа мусор тұрған жер, жаңа морг, бала тастады деп тұр ғой. Ол жаңағындай жындардың үйлетін жері. Жаңа біз адамдар үй салып тастадық қой. Үй салды, больница салдық да, рұқсат алу керек деп тұрмыз да. Рұқсат алып керек емес. Просто ол жерге білдірту керек, что біз адамдар да, сол жердің иесі адамдар екенін. Қалай білдіреміз? Сөйлесесіз. Кәдімгідей сіз. Сөйлесу керек, ол дұрыс айтады, сөйлесу керек онымен. Негізі жын бар зат, ол ешқандай адамға зияны жоқ деп ойлаймын. Ешқандай зияны жоқ, адамның адамға зияны болады. Сіз бұл қандай информацияға сүйеніп айтып отырсыз? Мен өзімнің өмір көрген. Давайте көрген. Сіз көрген жоқсыз ғой жынды. По факту сөйлейікші, пожалуйста. Сұрақ қойшы, сіз айтасыз, жаңа жынның зияны жоқ деп отырсыз мысал ретінде. Енді мына кісі жын шығарып, менде арасында болып тұрады. Жын кіреді ғой адамға мысал ретінде. Сол кезде адамға жын кіргені зиян жасап жатқан жоқ па? Білмеймін, мен жыннан гөрі өз өмірімде адамнан көп зиян көргенмін. Жыннан қорқудың керек жоқ деп ойлаймын. Қорқудың керек жоқ. Әркім енді өзінің ойында қалады, ешкім біреудің ойын өзгерту үшін бағдарлама арнап отырған жоқсыз. Бұл жерде проблемамен келді, сол проблеманың шешу жолдарымен атсалысайық. Енді баршаларыңызға ортақ бір сұрақ қояйын. Естідіңіздер ғой, дауыс бар. Және көзбен көрмедік десе де тұрғындар айтып жатыр, есік өзімен өзі ашылып жабылады дейді. Бұл ненің белгісі болуы мүмкін? Ортақ сауал. Ол жаңағы жындар адамдардың тұрғанын қаламайды. Ол шындық, ол факт. Это ощущение. Мен өзім маман ретінде айтайын, это ощущение. Когда есть страх, ожидание — это реальность. Қорыққанға қос көрінеді деген сондай. Біз енді тегінен ол жаққа барған жоқпыз ғой. Тегінен бағдарлама арнап отырған жоқпыз. Редакциямызға күнде хабарласқаннан кейін өлім жітімнің арасынан уақыт тауып Шардараға да бардық. Және ең бірінші барған жеріміз біздің әкімдік болған. Алматыға Шардарадан келіп отырсыз ғой. Шардарада тұрып жатқаныңызға неше уақыт болды? 20 жыл болды. Ауылдарыңызда қазір қандай жағдай орын алып жатыр? Больницада баланың жылаған дауысы шығады. Оны мен өзім көрген жоқпын. Бірақ видеоны, сол күні тараған видеоны көрдім. Әлеуметтік желіге демек видео тараған ғой? Тараған. Ол видеоны кім таратып жүр? Қандай мақсатта және? Оны мен білмеймін, кім таратқанын. Қай мақсатта таратқанын білмеймін. Мен сол жерде жұмыс істеген бір-екі адамдардан сұрағанымда,
шынымен осындай бала жылайды деп айтылды. Қазір мен сіздерге һәм күллі елге сол бір әмбеге аян болған видеоны көрсетейінші. Одан кейін сұхбат жалғастырамыз, экранға зер салайық. Жақындасаң кетіп қалады. Бұл перзентхана емес пе? Ол перзентхана емес бұл. Анық Шарананың бір жылап жатқан, көмек сұрап жатқан дауысы шығып жатыр, иә? Кішкентай ғана. Видеода ер азаматтарды көрдік қой. Иә. Оларды сіз танисыз ба? Ұлан есімді кісіні танимын. Ұлан есімді, иә? Біз сол кісілердің өздерінен сұхбат алған болатынбыз. Қай күні, қай жер толығырақ өздерінен білейікші, экранға зер салыңыздар. Отырғасын дыбыс шықты. Сол дыбыс шыққаннан кейін менде телефон да жоқ, басқа да жоқ қой, заратта тұрған. Соңғы дыбыс шығып отқан шықтық. Ол да бауыржан да шықты. Шоферский комнатада жаңа Омар деген кісі екеуміз, ол да шофер ғой екеуміз, екі кроватта жатқанымызда осы дауыс қайтып шықты. Мына бөлмеден шығып жатыр, оған ашып кірдік. О да жоқ, ар бөлмеден шығып жатыр, оған ашып көреміз жоқ. Тұрам нәресте шығырып жылап жатыр ғой. Көз алдымызда барды сияқты да, бірақ еш нәрсе көрінбейді. Сондай дыбыс шықты. Сіздер ана түбіне дейін бардыңыздар ғой? Иә. Тоқтап қала ма дауыс? Иә, сол екі бөлмеден өткенде уже тоқтады ғой. Бірақ нәрестенің дауысы анық шығып жатыр. Бізге де тыныштық керек ол. Оны біреулер транк деді, қолдан істеп жатыр деп. Дардай кісі 64-та, 66 жылғы жігіт. Бұл не қады ондай сөзін шығарып? Сізде жасаймыз. Мен өзімде 52-53-ке кетіп жатырмын мысалы. 52 толық үстіндемін. Маған не керегі бар ондай нәрсенің? Замира ханым, аталған жағдайды әзілге, пранкке балағандар бар ма сонда? Мен пранк деп ойламаймын оны. Пранк деп айтылып жатыр ғой, енді біреулер пранк деп айтылып жатыр. Біреулер оның бәрі өтірік деп жатыр. Бірақ сіз шын екеніне сеніп отырсыз ба? Мен шын екеніне сенемін.